Саламатсыздар, құрметті клиенттер. Біз қазір Taobao сайтымен танысамыз. Taobao сайтында мінекей аяқ жағында бұл сайтта да 5 түрлі үлкен парақша бар, 5 түрлі үлкен парақша бар. Мұндағы тұрған бірінші бас бет. Одан кейін мінекей тауарлардың әртүрлі таныстырулары. Үлкен жақтан мысалы мына жоғары жағына қарасақ, мінекей жаңа тауарлар, тікелей эфир деген сияқты, түрлі таныстырулар. Негізінен біз осы мына бас бетпен жұмыс істейміз. Қалған беттерде негізі клиенттерге біз төлем жасау үшін қолданамыз. 1688 сайтымен негізі ұқсас, бірдей. Мінекей мұнда жоғарғы жағында үлкен жақтан бөлген, түрлі, мысалы әйелдер киімі деген сияқты, дәрі-дәрмектер дейді, аяқ киімдер дейді, шетелдің тауарлары дейді, телефон, спорттық киімдер, ерлер, әйелдер деген сияқты, үй электр жабдықтары деген сияқты түрлі үлкен жақтан бөлген. Ал мына жерде бұлардың күнделікті скидка болып жатқан тауарлары бар. Мұнда мінекей шетінен өтіп кетіп жатыр, мінекей күнделікті скидка болып жатқан тауарлар. Ал енді мына жерде болса, мысалы, бұл жерде енді бізге клиенттер үшін аса бір маңызды емес. Бұл жерде ашып көрудің анша бір қажеті жоқ. Ал енді мына жерде болса, қарасақ, үшінші қатар бұл тікелей эфир дейді. Тікелей эфир арқылы сатылым жасайды бұл жерде. Ал мына жерде жақсы тауарлар дейді. Мысалы, бұл енді рекламасын беріп жатқан, өтімі жақсы, сондай жақсы тауарлар. Сол сияқты мына жерде міне күнделікті бағасы түсіріліп, сатылып жатқан, скидка болып жатқан тауарларды айтып жатыр екен. Мына жерде күнделікті жаңадан ашылып жатқан магазиндар таныстырып жатыр екен. Сол сияқты бұда негізі мына жерге жазып іздеу, мына жерде фотосын салып іздеу, үлкен жақтан 1688 сайтымен аса бір парықты жері жоқ, екеуі негізі бірдей.